Жалғызым-ау, құлыным-ау. Сенің табаныңа біткен шөңге менің маңдайыма қадалсын. О, Құдайым, не жазып қойдық сана? Тәңірім, жалғызыма шипа бере көр. Ұлымды өзіңе ала көрме. Тәйтер бәйбіше, оны сей, жамандық шақырып. Үмітсіз шайтан деген, міне Әбу Насырды алып келдім. О, Фараптан келген танышман бала, ұлымды құтқара көр. Көз жанарымның нұры сөніп барады. Жалғыз үмітіміз сенде. Емін өзің таппасаң, терді өтеп барады. Қане, мен көрейін. Бұл шешектерді. Ежелге грек ғұламасы Гиппократтың жазбаларынан оқығанмын. Бұл жұқпалы кесел. Сондықтан сіздер бұл бөлмеде болмауларыңыз тиіс. Және мен сіздерге емдік дәрі шөп дайындап берем. Содан сіздерде ішулеріңіз керек. Әйтпесе сіздерге де жұғып кетуі мүмкін. Бөлмені тезірек босатыңыздар. Кейін маған көптеп су алып келіп беріңіздер. Жақсы. Бөлмені босатыңыздар. Балақай, қалай ғана ұрып қалдың, а? Асқабақ. Асқабақ. Баланың киім-кешек төсек қаптарын өртеу керек. Сосын тамырынан қан шығарамыз. Бұны сүлікпен де емдеуге болады. Қане, тезірек. Балақай, тоқта. Құлап кетесің. Бер кел. Құласам, Алланың жазғаны болар. Оған не шара бар? Балақай, олай деме. Адам өз тағдыры үшін күресу керек. Мұна дерттен жанның азабына түскенше құздан құлап, қиналмай кеткенім дұрыс. Олай деме, балақай. Аллам бізге жіберген дертімнің шипасы бар деген емес пе? Демек,
дертіңнің шипасы бар. Ал ол дертіңді табу үшін бізге ғылымды игеру керек. Ал ғылымды игеру үшін Аллам бізге сана берді. Жарайды, менің уақытым аз. Ол түйін шешілгенше менің жаным жай тапсын. Тоқта, балақай, тоқта. Аға, сіз кімсіз? Неге жатсыз? Сабақ. Ұстаз, менде қуанышты хабар бар. Мінекей, мұнан маған Нұралыбай берді. Ішінде қанша теңге бар екен білмеймін, бірақ өте көп сияқты. Алмайым деп қанша қарсылық білдірсем де қоймады. Сосын міне сізге келіп отырмын. Бәрекелді Әбу Нәсір. Балаға шипа қонғанына мен де қуаныштымын. Ғылымның биік екенін сен тағы бір дәлелдедің. Ұстаз, енді маған мұнша теңгенің не керегі бар? Сізден ақыл сұрауға келдім. Не істесем екен? Қайда жұмсасам? Бұл сенің несібең Әбу Нәсір. Сондықтан бірінші әкеңнің алдынан өткенің парыз болар. Ұстаз, қазір ғана үйден келдім. Әкем көз майын тауысып, өзіңнің жинаған біліміңнің жемісі ғой. Өзің білді. Сосын мінекей сізге келіп отырмын. Ендеше, менің де айтпағым сол. Өзің шеш, Әбу Нәсір. Сен жаста болсаң, ел алдында жүрген азаматсың. Өз ісіңе өзің жауаптысың. Ендеше, біз бұны отырарымыздың кітапханасына жұмсайық. Отырарымыздың білім ордасын көтеру біздің басты арманымыз ғой. Сондықтан жан-жақтағы кітаптарға сұрау салайық. Отырардың кітапханасын толтырайық. Менің шешімім осы, ұстаз. Ниетіңе разымын, Әбу Нәсір. Бір басыңа мына даланың рухы мен даналығын ұштастырып, өз биігіңді көрсеттің. Сенің бұл қадамың дараға ғибрат, қараға ұлағат болады. Әбу Нәсір. Ұстаз. Біраз болды. Саған деген жүрек жарды сөзімді айта алмай жүредім. Мүмкін кезі келген болар. Ұстаз, сізден іште бүккен сырым болған емес. Әлде арамызда айтылмай қалған сөз қалды ма? Ұстаздың шәкіртіне сақтаған соңғы түйіні болады. Ол сөзді айту әлі ерте болады деп ойлаушы едім. Бүгін көзім жетті. Мен кеш қалған сыңайлымын. Ендігі айтпасам, маған сын. Ұстаз, ойыңыздың астарын түсіне алмай тұрмын. Ол қандай сөз? Дала халқы таудан тауғана биік болады дейді. Менің шыққан биігім сенің межең емес. Ғылымда сенің шығар биігің менен де арыда, Әбу Нәсір. Құс екеш құста уақыты келгенде балапанын ұясынан ұшырады. Енді сен де өз жолыңды табуға тиіссің.
ғылымның жолы сан тарау шексіз келеді. Бірақ сол жолды жүрген адам ғана мақсатына жетпек. Сен енді шәкірт емессің. Мен саған ұстаз емеспін. Өз биігіңе ұмтыл. Бердім батамды. Ұстаз, ол қалай болған? Ол қалай болған? Assalamualaikum. Hadi. Қонақты жайғастырыңдар. Абу Насыр қайда? Ұлыңыз құптан намазын оқуда. Кеш келдіңіз ғой. Хивадан сауда керуені келген. Соларды керуен сарайға жайғастырып, ауырларын қоймаға кіргіздік. Күзет қойдым. Ертең керуен басын әміршіге алып кіретін болдым. Бүгін үйге қонақ бол деп арнайы ертіп келдім. Дұрыс жасаған екенсіз. Жақсы болды ғой, біраз жаңалықтар еститін болдық. Ой, сендерге әңгіме болса болды. Бар, ас суың дайында. Балам шақыр, қонақпен дастархандас болсын. Әңгімен сол тыңдасын. Жарайды айтайын, отағасы. Ал, саудагерім. Көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра деген. Рахмет. Біздің тұлпарлардың тұяғы жетпеген жерлерді сенің түйеңнің табандары тоздырды емес пе? Рахмет. Қайда бардың, не көрдің? Айта отыр, дәмден ал. Endi ağa, oldi bilan sizni mehmondorchiligingizga o'zimni minnatdorchiligimni bildirsam. O'zi asli karvonsaroyda qolamanmi deb o'ylagan edim. Allohning buyurishi bilan mana sizni xonadoningizga kelib, uyingizda tuz nasiba totib o'tirganimdan bag'oyatda xursandman, og'a. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Endi baybishingizga Hindistondan shoyi o'ramol olib kelgan edim. Ruxsat bersangiz shuni topshirsam. Rahmet. Ruxsat. Allah razı bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmet. Sizni siyosat olmaydi deb ancha eshitganmiz. Shuning uchun sizga bo'lgan hurmatim juda ham cheksiz, og'a. Meni hurmatimni qabul aylangiz. Qilayotgan xizmatingizdan obro'yingiz yanada orta bersin, og'a. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Amin aytqanınız gelsin. Rahmet. Осы шаһардың әскер басы қызметін атқарып жүргенімен 10 жылдан асыпты. Аллаға шүкір. Әміршінің сеніміне нұқсан келтірген жоқпын. Темірдей тәртіп болмаса, нөпірдей халықты игеріп, басқару оңай емес. Dürüst. Оның үстіне мынау жібек жолы бойымен сауда саттық жасайтын керуендер көбеймесе, азайған жоқ. Соларды сұқ көздермен қарақшылардан қорғау біздің міндетіміз. Dürüst. Ертең
өзіңізді әміршіге алып кіремін. Сый сияпат жасауды да ұмытпассыз. Albatta. Amirshiga va uning ayollariga har xil taqinchoqlar va aynan o'zlariga ornoyi yasalgan olmos qilichim tayyor turibdi, og'a. Ertaga topshiramiz. Barakalda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Бұл менің үлкен ұлым Абу Насыр. Kel balam, o'tira qo'y. Ya, Ayni otasining izidan boradigan yigit bo'libdi-ku. Barakalla, barakalla. Ko'z tegmasin o'g'lim. Жоқ, біздің үйде бір әскери адамда жетер. Ұлымның ilmga, bilimga degan niyeti ерекше. Bo'lmasa og'a, siz bu bolangizni Buxoroga, Samarqandga o'qishga yuborganingiz lozim. Biz tomonlarda ham ancha olim ulamolar, katta imomlar, eshonlar, qorilar o'tgan. Hali ham juda ko'p. Shu yoqqa borib o'qisa yomon bo'lmas, og'a. Dam jassa, оны da ko'ra jatarmiz. Bizning o'tirarda da bilimli imamlar men ulamalar az emas. Durust. O'ңi solun tanıgancha ko'z oldinda jure tursin. Endi bu o'g'lingizni Samarqand, Buxoroga borib bilim olgani yana ham yaxshi bo'ladi, og'a. Bu kisi kervanbasi. Esimi Husayn. Xivadan kelgan. ağa sizlerde tovarlarınızın içinde ulama ғалымдардың kitaplары var mı? Kitoblar Ya. kitoblar yo'q. Endi kelasi safar albatta olib kelib beraman, bolam. Rahmet. Endi bizni ishimiz savdo. Savdoda yurgandan keyin ayni damda kim nima so'rasa olib kelib berishimiz shart. Endi Allohning irodasi bilan har bir banda o'zini rizqi nasibasini terib yuribdi. Men ertaga o'tirar kitobxonasiga borib, u yerdagi odamlarga ham qanday kitoblar kerakligini bilaman. Sen ham menga o'zingni qanday kitoblar kerakligini yozib berganing ma'qul. Jarayt. Kelasi safar albatta olib kelib beraman, og'a. Rahmet. U yoqdagi olim ulamolarning so'zlaridan pulni o'zi yaxshi bizga. Ayıp etpеңіз. Сіздер жібек жол бойымен келе жатқанда түнде жұлдыздарға қарап жол табатындарыңыз рас қой? Durust. Endi u bizga asli o'tgan zamondan va ota-bobolarimizdan sanamizga, o'yimizga singib ketgan botam. Mіне көрдіңіз бе? Сіз жаңа ғана сана туралы айттыңыз. Ал жаратушы емес, пенделеріне сана беру арқылы сол жұмбақтарды зерттеуіне мүмкіндік беріп қойған. Ал сол жаратылыстың өзінің көзге көрінбес қағидалары бар. Barakalla. Мысалы, күн уақытысымен батып, уақытысымен таң атады. Durust. Жұлдыздар да түнде өз уақытысымен шығады. Құстар да түнде түзеліп, құс жолымен ұшады. Яғни, әлем жаратылысының өзінің құпия заңдылығы, тәртібі және бағыныштылығы бар. Ал сол құпиялардың кілті білімде. Ал мен соны ашқым келеді. Barakalla. Maşallah. Mana bolangizni ilmga qanday mushtoqligi yuz ko'zdan bilinib turibdi, og'a. Şükür Allah'a. Barakalla. Ilohim niyatingga yet. Amin. Endi Alloh nasib qilsa, o'g'lingizni Samarqandda o'qigani, Buxoroda o'qigani yana ham afzal, og'a. Har qanday qush ham qanot qoqmasa, osmonga, samoga ucha olmaydi, to'g'rimi, og'a? Иә, өзім де Бұхара, Самарқандқа барып, білімдерімді сусындатқым келеді. Әрине, егерде әкем рұқсат етсе. Mana. Siz bo'lsangiz, ko'z oldimda jursin, o'zimni oldimda bo'lsin deysiz. Buni el yurt ko'rgani afzal. Onani ko'ngli bolada, bolani ko'ngli dalada ekanda, og'a. Bilimge talaptanıp kanat qaqsa байлап ұстап отыра алмаспыз. Солай емес пе анасы? Әрине. Баламыздың тәлім алып жүрген ұстаздардың өзі Самарқаннан асып, Хиуа жақтан дәріс алған деп естігем. Солардың жолын болса несі бар?
Жібереміз да. Barakalla. Әмге қараңыз. Barakalla. Rahmat, rahmat. Sağolыңыз. Mehmondorchilik uchun minnatdorman, og'a. Hey. Kızım ау келдің бе? Неге мұнша кешіктің? Мына жүрек құрғырық шаншып еді, уайымдап жатырмын ғой. Я құрбым үйіне соғып едім, кідіріп қалдым. Апа, мына алмаларды не істейміз? Оны мұнда келе ғой. Алла, көрсеткеніңе шүкір. Бүгінгі жемісіміздің барынан қақ жасаймыз. Қысқа да қамдану керек қой. Базарға ертеңгісін шығарамыз. Әкеліңіз мен турайын. Кешке әкеңе ыстық тамақ апару керек. Ана қазанның астына от жағып, ұрадан ет шығаршы қызым. Мақұл, апа. Asqabaq! Kenje! Bir gelingler! Қалай Асқабақ? Шаршамадың ба? Қазір ұшырамыз. Алып кел, көмектесейін. Жүр кеттік. Досым, тоқташ. Осы сенің қиялың бітпейтін болды. Асқазаным шырылдап кетті. Дәл осы кезде үйде сөйленген қазын аузыма салып жіберіп, артынан қымыран шеп отыратын кезім еді. Артынан бірге кіріп қойып. Барынша ойландым, көп өлшедім. Енді есебім дұрыс шықса,
бәрі ойлағандай болуы мүмкін. Шынымды айтсам, өзімде қобалжып тұрмын. Не істесің де? Айтып отыршы, не істейміз? Отырардан бір шама ұзаппыз. Ешкімнің көзі жете қоймас. Енді, Кенже, барлығын өз көзіңмен көретін боласың. Сөйтші беліміз сынып кетті ғой. Кенже, мінекей, біздің осында келуіміздің себебі, мінекей мынау. Желкен. Осы ғана ма? Же осы. Былай ғой, Кенже. Мен қазір мына жіпті ұстап, алдыға қарап озам. Сол кезде сен мына желкенді аспанға әуелетіп жібересің. Жарай ма, дайынсың ба? Сен осы өзіңмен қоймай мені де жындық бітіретін болдың. Кенже, дайынсың ба? Ұстанан. Бұл ұша ма сонда? Әрине ұшап. Қазір барлығын өз көзіңмен көретін боласың. Досым, мына пәлең мені өзімен бірге ұшырып әкетпей ме? Ұшырмайды, Кенже. Қорқпа. Ал, дайынсың ба? Мен саған белгі берем. Сол кезде аспанға әуелетіп жібересің. Жарай ма? Жарайды. 1, 2, 3. Abu Nasır! Abu Nasır! Abu Nasır! Tirisin be! Abu Nasır! Abu Nasır, tırı mısın? Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум ассалам, балам. Сен Әбу Насыр болдың ғой. Кел.
Siz meni tanıysiz ba? Мен сені туылған кезіңнен бастап таниды екенмін. Жұлдызың жарық, талабың таудай. Арманың биік, фараптан шыққан оқымысты ұлансың. Әдептен оссам айып етпеңіз, ақсақал. Ал сіз кім боласыз? Балам, мен де өзің сияқты жаратқанның пендесімін. Білім-білімге деген құштарлығым табанымды тоздырса да, өмірімді оздырып осы күнге жеткізді. Жаратқанға тәубе етіп отырған жайым бар. Көпті көрген дана қария екеніңіз көрініп тұр. Менің сізден сұрайын дегенім? Жаратылыс кітабы ма? Иә, сіз таптыңыз ба? Мынау бар әлемнің құпиясын ашалар ма екен сол кітап? Әбу Насыр балам, жаратылыстың құпиясын ашу жай пенделердің пешенесіне жазылмаған. Құдіреті күшті Алла тағалам бізге сана беру арқылы сол құпияларды зерделеуге мүмкіндік берген. Ол құпияларды қасиетті Құранның аяттарына жасырды. Пайғамбарлар арқылы мұғжизалар көрсетті. Ғылымға жол ашты. Аспан әлеміндегі тарыдай шашылған жұлдыздарды темір қазыққа байлап, мызғымас тәртіп орнатты. Мәңгілік қозғалысты уақытқа бағындырып, өмірдің өткінші екенін көрсетті. Міне, дәл қазір жастықтың да кәрілікке ұласатынын сені мен мені жолықтыру арқылы мойындатып отыр. Бұдан алар ғибрат біреу-ақ, ол уақытты бағалап, әр күніңді босқа өткізбей іздену, талпыну, білім нәрімен сусындау, білгеніңмен бөлісу, өміріңді жақсарту үшін өзгелерге жақсылық жасау. Ал жаратылыс кітабы көзбен көріп қолмен ұстайтын қарапайым дүние емес қарағым. Ол бір тылсым ғажайыпты періштелер қорғайды. Таңдаулыларға ғана көрсетеді. Бірақ Мен оны қалайда табам, ақсақал. Таппай тоқтамаймын. Мен кеттім. тоқта балам, тоқта балам. Ей жастық жағын-ай. Ол кітаптың санаға түсіретін салмағынан қорқу керек Әбу Насыр. Тұр балам. Тұр балам. Балам, басыңды көтер. Дермененің суы ішіп алсаң әл кіреді. Абайлаш құлыным, күш сала көрме. Қатты соқ қалған сияқтысың ғой қарағым. Апа, тұла бойым сызды. Алла, өзің жар бола көр. Сәл шыда қарағым, әкең Саурандағы емші сынықшыға кеткен, қазір келіп қалар. Міне, іше ғой құлыным, іше ғой. Жоқ, апа, ішпеймін. Міне өздері де кеп қалды. Жазымыздан озымыз жоқ деген осы. Аллам шипасын берсін. Қазір қарап көреміз. Рәбім, Бисмиллахиррахманиррахим.
Bel omurtqası sağ. İşki konusuna ziyan gelmeye. Oңжақ қабырғасы шықнаған. Оны жазу оңай. Балам. Сол аяғы екі жерден сынға. Алла. Сашар бола көр. Қазір оны саламыз. Әлі? Бәрекелді бәй, мәне болсын. Ал батырым, барынша шыдап бақ. Алла. Сашар бол. Құдіретті күшті бол. Мәне сынықты да орнына салды. Дертін ала көр, шипасын бере көр, Аллам. Қазір. Şuna balam. Сынықты да орнына салдық. Қолыңызды Енді мынау аяғына көп салмақ салмасын. Әлі жас қой. Ертең ақ оңып кетеді. Рахмет сізге. Жүріңіз. Алла шипасын берсін. Шығарып салайын. Ей, бәреке. Bir қара атадым өзіңізге. Рахмет. Алла разы болсын. Құлыным, жарығым, әбден қиналдың ау. Әлі ақтауыр болып кетесің. Мен тездетіп қырғауылдың сорпасын дайындайын. Омартадан бал алдыртайын. Мың дертке дауа ғой. Мен қазір Уа жамағат, менің айтқаным айдай анық келді. Құс қанатын қолдан жасап, аспанға ұшамын деген Тархан Ұзылақтың баласы Мұхаммед Алланың қаһарына ұшырады. Міне, оңбай сүрініп, омақа сағылады. Енді үйінде жатыр. Аяқ қолы сынып. Я мен көрдім, үйінде жатыр аяқ қолы сынып. Міне, Аяқ қол сынып жатыр деймін. осы оқиғадан ғибрат алып, күпірлікке бармаңдар. Дұрыс айтасыз. Бүгін күні құс болып аспанға ұшамын десе, ертең күні су түбіндегі балыққа ұқсармын дер. Астағфираллах. Бетін аулақ қылсын. Аулақ қылсын. Анау қай-қайдағы аспандағы жұлдыздары туралы кітаптарды оқимын деп, ақылынан алжасайын депті. Мына қасиетті Құран кәрімнен басқа кітаптың бәрі харам. Дұрыс айтасыз. Біз жер бетіне келген пендеміз. Бәріміз Аллаға құлшылық етуіміз ләзім. Түсіндіңдер ме? Дұрыс түсіндік. Достым,
кенже келіп отыр. Қалайсың? Дұрыссың бей? Жолдан әкеңмен сынықшыны көрдім. Халіңді сұрап, көңілім орнына түсті. Бәрі жақсы кенже. Несі жақсы? Жатқаның болса жапсың. Өтінеге аттам кете жазадың. Ең бастысы желкен ұшты ғой. Иә, таң қалдым. Сенің құлаштай желкенің қалай ұшты, ә? Күтпеген жағдай. Қалай ұшқан әлі түсінбеймін. Өзімнің де көз жеткізгім келгені сол еді. Желкенді салмағына лайықты жел кедергісі көтерді. Демек, құстар да сол тәсілмен ұшады. Ал енді адам да өзіне лайықты жел кедергісін тапса, адам да ұшатын болады. Ой, жоқ, досым. Желкенің ұшқанда ешқандай әңгімем жоқ. Бірақ біз ұшпай-ақ қояқшы. Жерде жүре берейік. Көрдің ғой? Алла бізге ескертті. Иә. Ақыры не болды? Өткенде бір жаман түс көрдім. Сол болды. Ол не түскенже? Түсімде сүріктей қап-қара. Қарасаң көз тоймайтын. Қап-қара сәйгүлікпенен отыратын шығыс қақпа жағынан шауып шықтым. Иә, сосын. Сосын зулаған бойы сырдың бойына қарай шаптым. Тіпті шауып келе жатып, ұшқан құстан осып бара жатырмын. Иә. Сол зулағана зулап шауып келе жатырмын. Бір кезде сәйгүлігімнің аяғы сүрініп, оңбай құладым. Сен ба? Иә? Кенже, оның маған не қатысы бар? Ей, сен менің досым емессің бе? Иә. Демек, менің құлағам, сенің құлағаның. Кенже! Сенің қабырған сынған ұмытыппын ғой. Айыпқа берма. Абу Насыр, сенің өтініп сұрайтыным. Келесі жолы ұшуға ұмтылмай қойық, жарай ма? Иә, кенже. Абайла, кенже. Кенже, мен саған бір сырымды айтайыншы. Тағы да бастадың ба? Тағы да бір қиялың ба? Жоқ, кенже. Өткендегі жазым бала жаздаған қыздың бейнесі көз алдымнан әлі де кетер емес. Бәлі! Әй, сен өз-өзіңе енді келейін дедің ғой. Әй, сен әлі алжы қоймапсың, ә? Ары қарай? Сол қызды таба аламыз ба? Өй, сол да сөз боп па? Сен үшін отырарда ине жоғызы тауып берем. Уәде берем, мен саған ары кетсе 2-3 күнде тауып берем. Келсік па? Рахмет, кенже. Кеттім онда мен. Рахмет, кенже. Сау бол. Асқабақ, уайымдама. Досымыз әлі жүр жасайды. Уайымдама. Бар ғой.